Сәлем достар, сіздермен бірге мен Адайт. Менің кезекті видеома қош келіпсіздер. Естеріңізге сала кетейін, қазір Free Fire ойынында лунный фестиваль событиясы жүріп жатыр. Бұл событияда айдаһар рухын жинау керек, яғни душа драконы. Оларды әртүрлі скиндарға ауыстыруға болады. Және де біз сол айдаһар рухтарын скиндарға ауыстырамыз. Ендеше кеттік достар. Міне достар, мен айдаһар рухтарын ауыстырайын деп тұрмын. Және де менде екі таңдау болып тұр. Біреуі мына жерден мынау 4 скиннің екеуін таңдау и қоя салу. Ал екіншісі осынан бір скинін таңдап, бір скин алып, яғни одан кейін МК-ға и калашқа скин алу керек. Әрине мен екіншісін таңдаймын. Және де мұнан бір скин алайық. Костюм. Мына төртеуінің маған жаныма жақын осы қыз болып тұр. Осы қызға алатын боламын, дьявол. Алайық. Және де алынды. Енді МК-ға алайық. Бұл да алынды. Және калашқа көрейік. Бұдан тағы да алынды. Болды, енді бұны көрейік. Қалай болатын? Бірінші персонаж ауыстыру керек. Ұмытып кеттім ғой. Так. Түсінбедім, бұл қайда кетті? Достар, кешірім сұраймын, видеоны ортасынан тоқтатуға тура келді. Өйткені мен алған скиндар мен өзіме келген жоқ. Сосын мен Garena сайтына өзім аккаунтын даныларын бәрін жазып, өзімнен емес ойыннан кеткен қателікті сонда жазып, отзыв қалдырдым, былайынша айтқанда. Және де видеодан қарадым, жаңа түсірген үзіндіден қарасам, ешқандай менен қателік кеткен жоқ. Мұнда ойын сәл қуған. Garena сайтына жаздым, енді не боларын келесі видеода көреміз, мүмкін. Не айтарымды білмеймін, достар. Көп нәрсе жоспарлап қойып едім осы видеоға. Құрметті көрермендер, енді Garena сайтынан жауап күтетін боламын. Менің скиндарымды қайтарса, оны келесі видеоға саламын деп ойлаймын. Міндетті түрде саламын. Енді бұл видео қызықсыз болмас үшін ойынның соңында жиналатын лутбоксты ашайық. Аз да болса. Онша ештеңе түспейді. Басқа не көрсете аламын? Скиндармен мақтануға болады енді. Басқа не істеуге болады? Так, бұл емес. Мынандай сет. Түсінесіздер ме? Менде бұдан басқа көрсететін ештеңе жоқ бұл видеода. Мынандай скиндар бар. Көріңіздер. Осындай, короче. Конечно, бұл өкінішті енді. Сонша жоспарлаған видеоны осындай шырқын бұзып отыр. Осындай менде лутбокстар бар. Бұл туралы да жеке бір ролик түсіруге болатын сияқты. Өйткені менде мұнда наборлар өте көп. Қыз персонажға да, ол персонажға да мұнда өте көп. Может, болашақта түсіріп қалармын. Бұл видео ұнаса, лайк басып, коммент қалдырып, каналға тіркеле кетіңіздер. Сіздермен бірге болған мен Адайт. Келесі видеода кездескенше
Қош сау болыңыздар.